қонақтары, еш арқандар мен мұрсалар. Ассалаумағалейкум, арма ағайын. Тек күлкіге арнаған бар маңайын, екезумен ширек ғасыр бірге болған, танып білген көрермен аз бағайын. 25-ке толды деп келді бүгін жағалап, орталықтың кең сарайын. Көрерменім зал төріне қонды деп, сахнада талай жолым болды деп, әзілкештер сайысында әр кезде өнерімді қазақ елі көрді деп, Ақтөбе шаһары бүгін тойлайды, езулі жігіт 25-ке келді деп. Екезу театрының 25-інің мерейтойы құтты болсын. Бүгінгі әзіл кешін жүргізетін Бауыржан Орда. Және мистер Жанатбек Байтеков. Рахмет, қарашы, елдің ықыласын, құрметін қараңыз өнерге деген бәке. Қош келдіңіз, жәке. Дегенмен қош келдіңіз Алматыға. Қонақсыз, кеш қонақсыз, қош келдіңіз. Жоқ, Алматыдан Ақтөбеге сен де қош келдің. Сен де қонақсың. Мен қоя беріңізші, жәке. Жоқ, қалай қоя бер? Мен осы жердің баласымын. Мен осы Ақтөбенің тумасымын. Мен осы жерде, мен Шалқарда туылғам, Ақтөбеде оқығам, Қызылордадан әйел алғам, әйел ма, қыз ба, келіншек па, бірдеңе алғам. Содан кейін жаңағы неде Алматыда тұрам, ертең Астанаға барып өсем деген ойым бар. Жоқ, дегенде сен де қонақсың ғой, құрметті Құдайға. Мен қоя беріңізші, жәке. Бұл жерде сіз маңыздысыз. Сіз кеш қонақсыз. Сізді арнайы Алматыдан алдырды. Арнайы самолет, ұшақпен алдырды. Сізге арнайы қонақ үй жалдады, қонақ үйге жатқызды. Сізге дастархан жайды. Сөйтті де бұл кісіні жүргізуші қылып қойды. Қалай жүргізуші қылып қойды? Жоқ, менің қасымда тұрсыз ғой, жүргізуші болып. Жоқ, қалай сен өзің айтып отқан жоқсың. Рас, мен таңертең самолетпен алдырды, қонақжайға жайғастырды, астымен түсіп күтіп жатыр, бірақ енді қалай менен сонда мен тоқтат, Нұрлыбек қайда? Нұрлыбек. Жоқ, қоя тұрыңыз, жәке. Жоқ, мен барып Нұрлыбектен сұрап беремін, мен бұлай келіскен жоқ. Мен келем де құттықтаймын, содан кейін кетем дегем. Қалай мені Алматыдан ат телеп шақырып алады да, бір жүгірмектің қасына қосып қойып, жүргіз деп айтады. Қалай? Жүгірмек емес, жәке. Қайдағы жүгірмек менде? Жоқ, мен Нұрлыбек Жәке, бергеніз. Мен жүгірмек болғанда, мен де жасым 45-ке келді, жүгірмек емеспін ғой. Жәке, ол енді Нұрлыбектің өзінің ойлағаны бар шығар. Оны қазір кеш біткенге дейін сұрап үлгерерсіз. Нұрлыбектің ойлағаны, бұна жоспар бөлек еді. Сен жүгірмек қой бүлдіріп тұрған жер келді. Жоқ, мен бүлдіріп тұрған. Жәке, давай бұлай істейік. Қазір сөйлесіп үлгересіз. Қазір бізге ең маңыздысы мына концертті дұрыстап, бастап ашып беру керек бізге. Ал кеттік ендеше. Бастаймыз. Жаман ойды тізбектемей ойына, ойын әзіл қалжың жиған бойына. Ақтөбемнің, Ақтөрімнің театры. Қош келдіңіз Екезудің тойына. Ақтөбенің жұлдызы көп ой неткен, жан бітіріп нотаны да сөйлеткен, тыңдарманның жүрегіне төрлеткен, қыз қырқыны былай тұрсын, не бір мадамдарды билеткен. Биле мадам деген әні арманның қалықтатып қазақ қызын тербеткен. Сахнада Ақтөбенің тумасы, қазақ еліне танымал жұлдыз ұлдарыңыз, барша Ақтөбенің мақтанышы Арман Жиеналиев.
128, А дейді 128, Б дейді әйтеуір. Адам түсінбейді, кабинеттерінде бар ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не істеп жүрсіз? Кімді іздеп жүрсіз? Мен жұмысқа тұрайын деп. Жұмыс жоқ бізде. Штатта жоқ. Бірдеңе болса жұмыс сұрайды екенсіңдер келіп алып. Жұмыс жоқ. Штатта жоқ. Жоқ, кешіріңіз, мен жұмысқа тұрайын, сіздерге тұрмаймын. Мен өзім жұмысқа тұрайын деп едім, соған анықтама қағаз, справка алуға келіп едім. Справка. Иә. Анықтама. Анықтама. Жүріңіз кабинетке кіріңіз. Анықтама. Иә. Анықтама. Так, туғаныңыз қашан? 14 март. Март. 14 март. Марттан кейін апрель, апрельден кейін май. Апрельден май, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь кете береді арға жалғасып. Декабрь, Новый год деп жазып қойыңызшы. Ұмытып кетемін мен. Новый год, корпоративте. Анықтама қағаз берсеңізші, справка. Анықтама. Жынды емес деген анықтама. Жұмысқа тұрайын деп едім, соған жынды емес деген анықтама қағаз керек. Сонда сіз жынды емес деген анықтаманы жынды ханадан алуға келдіңіз ба? Осында жіберді ғой. Жынды емес деген анықтаманы жынды ханадан. Шандырбаева Безеугүл. Не мынау айқай? Кешіріңіз Не мынау у-шоу? Біреудің кабинетіне неге кіресің? Аға, есік ашық тұрғасын кіріп едім ғой. Кешіріңіз. Ашық тұрғасын. Саған не дәретханама кіріп шығып жүретін? Енді сіздің кабинетіңіз жып-жылы ағай. Ана біздің кабинеттен сап-салқын, мұздай. Бар, палатаңа бар, қазір 2 демидрол берем, бар. Кәп! 2 демидрол? Онда сіздің креслоңызға 2 рет отырайыншы. Безеугүл. Қане? Шандырбаева, айналайын. Барш, палатыңа барш, көке. Бүкіл бояуды бетіңе жалтыратып жағып алыпсың ғой сен. Кешіріңіз. Халат шешіп кет. Бар, кабинетіңе барып жатсаңдар енді. Айтқаннан кейін. Тәртіпті болам дедің ғой кеше. Бар. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Сіз врачсыз ба? Е? Аға, мен жұмысқа тұрайын деп едім. Жоқ. Жұмыс жоқ бізде. Штат жоқ. Ештеңе жоқ бізде. Мен мына анықтама қағаз керек. Анықтама деген екенсің ғой. Жынды емес деген ғой, е? Иә, жынды емес деген қағаз керек. Сол бойынша келіп едім. Атың кім? Абай. Абай Құнанбаев? Жоқ, Абай Құнанбаев емес. Абай. Абай Құнанбаев? Жоқ, Абай атамыздың атына қойған ғой, бірақ фамилиям Сайлаубеков. МС? Каманабек, бүлеміне дейтін ба? Жоқ, кәдімгі Сайлаубеков қой, ондай емес. Абай дейсің ғой, е? Абай деп қойған. Абай Сайлаубек дейсің ғой, екеуі бір туған дейсің ғой. Ол дейтін былай ғой, мына Сайлаубек дейтін сөздер онша емес қой, білесің, байқайсың ба? Бүлемін, адам түсінбейді. Вот Абайдың сөзі міне. Қыс дейді мысалға. Жоқ, қыс деп саған айтып атқан жоқпыз. Жылдың мезгілін айтады, қыс. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Өздері келіп қалды. Сәлем бердік, ағай. Сәлем бердік. Марат Маратович, мен саған айтқан жоқпын ба, палатаңнан шығуға болмайды деп. Менің кабинетімді нағып жүрсің сен. Сендер мынаған не қарамайсыңдар? Не істеп жүрсің, кезіп жүр. Бар, қамап таста. Жүре. Екі демидрол бер. Сосын мынау жаңадан келген ме мынау? Мынаның бәрін нағып жүрсіңдер, қамамайсыңдар ма? Жүр, сен де жүр. Кетей. Дендеріңіз сау ма? Мен дейін сау. Не істеп жүрсің? Тоқтаңдаршы. Маған врач керек еді. Қайсыңыз врач? Қайсымыз врачқа ұстап тұрық? Сен шөпірсің ғой? Шөпір бұл. Жоқ. Қайсымыз деп ойлайсың? Мына кісі. Дәл айтты. Ағай танып тұр сізді. Сен мынаны апарып қама. Жүрші. Мен жатайын. 2 демидрол бер. Жүрш. Жатам мен. Қойш. Мен саған шықпа дедім ғой. Жүрш. Аға, жатам, аға. Жүрш. Карта ойнайын да жатам, аға. Хит етсе, осы есіктің замогын сал деп, ана мен ана неге айтып едім, ана сантехникпен кім еді мына салатын есігін? Отыр. Ағасын дейін сау ма? Кешірерсің, енді мен мына жиналыстан келе жатырмын. Здравоохранениеден.
Отыр. Мұнда бірінші рет келіп тұрсың ба? Иә. Әлде бұрын келдің ба? жоқ бірінші рет келіп тұр. Ой, не қорқып тұрсың сен? жоқ сіздің деніңіз сау ғой төре врачсыз ғой. Ой, не айтып отырсың сен? Енді сен айып етпеңіз. Бізге қазір 10 этажды жындақана салайын деп жатыр. Мына сметасын жіберді міне. Архитектурадан бекітіп қара міне. Қандай керемет. Міне. Мынау бассейн. Көрдің ба, суға шомыласыңдар. Мынау бірінші этаж асхана. 4 мезгіл тамақ береді. Мында қарашайшы. Бірінші этажда актовый зал болады. Драма театрынан, филармониядан, Алматтан әншілер келеді. Билейсіңдер, көрдің ба, қандай керемет. Жағдайдың бәрін жасап жатыр. Пат. Құдай сақтасын, не айтып отырсыз? Шомыласың, театр қарайсың дегеніз? Аға, мен қараңызшы, жатуға келген жоқпын. Маған мынау қағаз керек еді міне. Жынды емес деген анықтама қағаз. Жұмысқа тұрайын демедім ғой. Жоқ, береміз. Осыны беріңізші. Жоқ, просто әңгіме болсын деп айтып жатқаным ғой. Жоқ, керегі жоқ аға ол маған. Кешіріңіз енді, мен шамалы кеш шығып қалдым. Енді бастық болғаннан кейін білесің онда. Ана беріңізші. Қазір береміз. Асықпа енді. Сен неге асығасың өзің? Енді біз бұл справка бергенде бұл мемлекеттік мекеме болғаннан кейін шамалы сұрағымыз бар қоятын. 1-2 сұрағымыз. Соған бір жауап берсең болды. Қойыңыз. Тексеру керек, кім көрінге справка бере бермейсің ғой. Қойыңыз. Так, міне тыңда енді мынандай. Дөп дөңгелек, қып-қызыл, құйрығы жасыл. Қалай дейсіз? Дөп дөңгелек, қып-қызыл, құйрығы жасыл. Түсінбейсің бе қазақша? Дөп дөңгелек, қып-қызыл, құйрығы жасыл. Құйрығы жасыл. Тауық ба? Тауық дөңгелек бола ма не? Жоқ. Ойлан. Дөп дөңгелек, құйрығы жасыл, қып-қызыл. Білмедім аға. Ой, сен мынау. Помидор. Жеміс-жидек деп айтпайсыз ба енді? Айтсаң біліп қаласың ғой сен. Қойыңыз. Екіншісін қояйын, екіншісін. Тағы да дөп дөңгелек, сап-сары, құйрығы жасыл. Сап-сары, құйрығы жасыл. Қауын. Таппадың. Асқабақ? Жоқ. Сары помидор. Қойыңыз. Ой, мен саған енді қалай мен? Сұрақтарыңыз деген бір түрлі. Ой, сен білмейсің, мен қалай справкамен қалай берем саған? Дұрыс жақсы, мен саған ең оңай сұрақ қояйын. Ең оңай сұрақ не мынау? Қаламсап? Таппадың. Не мынау? Қарашайшы міне. Мынау сөз. Уақыт кетіп жатыр деген. Мен миллион бағдарламасы отырмын ба? Жоқ, мынау ручка. Таппадың. Көрермендерден сұрауға болады. 50-50. Досыңыз мында. Ручка қаламсап басқа жоқ қой енді. Потолок. Міне көрсетіп тұрмын, потолок. Мен ойнамаңыз. Мынау не? Жоқ, потолок. Саусақ. Қойшы. Ойнамаңыз менен. Мен саған бере алмаймын. Тыңдаңыз, ойнамасаңызшы сен көкеме білмейсің ғой сен. Мен ойнап отырсыз ғой мен сұрақтан. Мен ойнап отырған жоқпын. Жақсы, мен соңғы сұрақ қояйын ал. Жоқ, дұрысынан қойыңыз маған. Заңнан бірдеңеден қойсаңызшы. Заңнан десең, заң білмейсің ғой сен, қайдан қояйын мен саған заңды. Онда былай жасайық. Міне. Мына картинадан не көріп тұрсың? Картинадан не көріп тұрсың? Ештеңе көріп тұрған жоқпын. Көкеу қарашайшы, көзіңді ашып қарашайшы. Ой, сенің көзіңді көрмей ма? Ой, аға, сіз мен картинада ештеңе жоқ қой, міне, ештеңе жоқ. Не бол? Сиыр шөп жеп тұр. Не дейсіз? Аға, сіз жындығылмаңыз. Сиыр шөп. Шөп қайда? Шөпті сиыр жеп қойған. Сиыр қайда? Сиыр енді шөпті жеп тұра бере ма, қораға кетіп қалғанымыз ба? Жындығылмаңыз. Сен білмейсің. Қойшы. Мен бере алмаймын саған. Сұрақ қойсаңыз, сұрақ емес қой. Мен саған берем. Жынды деген справка берем. Болды. Қойыңыз дем, аға. Жоқ, жоқ, сен сұрақтан сұрақ емес. Саған тарататын мен тегін жатыңдар. Жоқ, мен түсініп тұрмын. Тимеңдер. Білесіңдер ма? Кіріңдер. Не істеушіңдер, а? Не істеушіңдер? Не өліп жүрсіңдер мына жындықананың ішінде? Бүткіл жындылардың бәрі өліп кеткен. Саламатсыз ба? Не істеп отырсың? Справка берейін деп? Таяқ жегің келіп отыр ма менен? Жоқ. Не жыныма тиіп отырсың? Сен неге менің кабинетіме кіріп кете бересің? Қазір палатыма барам. Палатыңа кет тез бол. Уколымды аламын. Мында кел. Барамын. Бол. Кешіріңіз.
тағы да дөңгелек қыз. көзіңе тығамын мына ручканы. Оңбағандар күн. Мынау жындыхананың бүткіл жындылары өліп жүр ғой. Неге палаталарына жатпайды осылар, а? Саламатсыз. Эй, очередьпен кіріңдерші, кто следующий? Кім? Саламатсыз, мен. Кіршейші, айналайын-ау, кіршейші. Кірдім апа, саламатсыз. Ана шалды бар ғой, я? Ана без очередь кіргіз келіп отқан шалды желкесінен ұстады, лақтыра берді. Шал жоқ ояқты мен қазір. Ой, қайдасыңдар, ай? Апай. Нервімді ойнатпай, кіріңдерші, қайдасыңдар, қайда? Апай, шал жоқ ояқты, шал кетті кезі кетіп Ана, қалған. екі қабат әйел жібер. Без очереди шалды кіргізбе, екі қабат әйелді бірінші жібер. Ешкім жоқ, екі қабат әйелде жоқ ол жерде. Қайда, мына кіретін адамдар қайда? Қаяқта жүр. Мұнда тұрмын ғой. Қаяқта жүрсіңдер, болыңдар, шаш, нервімді қоздырмай. Кіріңдер, шаш, бол. Мұнда тұрмын ғой. Ой. Қазір осыдан қолыма түсіңдер, мына ручканы көздеріңе тығам. Тығам ручканы. Осыдан қолыма түсіңдер, мына карандаш сияқты аяқтарын сындырам. Сосын бар ғой. Шандырбаева, саған айттым ғой, мынандай үшті нәрселерді саған ұстауға болмайды. Мен гау. Болмайды. Көзіңе тығам. Тығам. Жоқ, мен сен тентек болмайым дедің ғой сен. Көзің әдемі. Тентек болмайым дегенсің, мен сені жібердім ғой. Көзіңе тығам. Жоқ. Саған мынандай үшті нәрселерді ұстауға болмайды. Бәрі палаталарынан шығып кете береді. Мен саған айттым ғой. Сен дәріңді Укол салма маған. Салмаймын, сен қашан укол салмаймын укол. Кеше салдың сен маған. Салмаймын укол салмаймын. Болды. Дәрі берме сосын сен маған. Қазір ойын ойнаймыз. Ішін шығарамын. Би билейміз, көңіл көтереміз, ойын ойнаймыз. Сен жақсысың ғой, ақылдысың ғой сен, ақылды. Қандай ойын ойнаймыз? Қандай ойын ойнаймыз? Балақан алақан ба? Би билейміз. Да? Би, қазір. Қандай? Нарай. Қандай би? На, кие ғой. Нені? Кие ғой. Сосын? Кие ғой. Күшті. Аққу. Күшті. Аққу. Лебединое озеро бейнеміз бар, тағы да? Точно. Лебединое озеро. Озеро билейміз. Сосын бар ғой, маған бір ручка әкеліп берші, жаңағы ана көзілдікті врачтың көзіне тығайын деген. Бәрін шығарсаңдар да мына келіншек шығармаңдар дедім ғой мен, а? Ең опасный осы ішіндегі. Құп-құттай күн ойып кетек. Қолына түскен нәрсенің бәрін адам жарақаттаудан басқа дым білмейді. Жаңадан келген хирургтың көзіне ручка тығып алды кешегіде. Алла осымдай бермеші мағдай. Сен қатын неге осымдай бересің қайта. Больницадамын, больницада. Ай? Больницадамын деймін. Мен де больницадамын. Не әкел дейсің, памперс? Монопардың толып кетті мене қайттан? Мен кіммен сөйлесіп отырмын өзі жалпы? Ей! Кім бұл? Мен саған звонда телефон... Ей! Бісміллә! Саламатсыз. Саламатсыз. Неғып жүрсіз кешіріңіз? То есть неғып жатсыз дегенім ғой? Білмеймін, жатырмын ғой. Жайша? Жоқ. 8-де келді мұсыр. Бите. Арасында аққу. Жоқ. Бите отырып 8-ден бері. Жоқ, түсінікті ғой, не шаруамен келдіңіз, соны айтсаңызшы. Не шаруамен келдіңіз, қандай шаруа? Атаңның басын шаруасымен келдім. Қандай? Айқайламаңызсыз маған? Не айқайлама. Таңертең 8-де келдім. Айналайын ба, қағазға қол қойып бересің жоқ па? 8-де келдім, айналайын. 8-де келдім осы араға. Не керексің? Сағыл адамсың, врачсың ба? Не көрінбей тұр ма врач екен? Денің сау ма? Ой, балағым. Әрине сау. Тұр! Отыр! Денің сау екен. Айналайын, мына қол қойып беріңдерші, қол қойып берші маған. 8-де келдім, айналайын, 8-де келдім. Көке! Отыр! Қой мынаған. Қолымды қой кетейін.
8-де келсеңіз мен 7-де келдім маған ал дейсіз мен. енді балада мен жүріп қой. Акиматты айтыңыз қайта шақыра береді, маза бермейді, жұмыс істеткізбейді адамға. Соншама айқай шығарып, байбалам шығарып. Анықтама? Керек анықтама ма? Бол, береміз анықтаманы, қол қоямыз. Қараптан қарап берілмейді, өзіңіз білесіз. Бір-екі қазір сұрақтар бар, соған жауап бересіз, содан кейін соған несін. Білем сұрағыңды. Доп-домалақ. Сырты қызыл, құйрығы жасыл, қызыл помидор. Қой? Доп-домалақ, сырты сары, қауын деп айтады деп тұрсың ғой, я? Мен айтамын. Қауын емес, асқабақ емес. Сары помидор. Сары помидор. Мынау не, мынау не? Мынау не? Ручка қаламсап? Атаңның басы, потолок. Мынау не? Потолок. Мә, саусақ. Мынау не болып кетті мынау? Міне, мынада не көріп тұрсың мә? Қара мынау, не көріп тұрсың? Картина, отыр. Көзіңді ашып қара. Парақ ашайын, ақ парақ. Атаңның басы. Шөп. Сиыр. Сиыр шөп жеп тұр. Кәні? Міне. Қайда шөп? Шөп пі? Сиыр жеп қойған. Сиыр қайда? Сиыр шөпті жеп, тойып, му деп үйіне қайтқан жолшыбай бағанада. Болды. Түсінікті болды. Деп тұрған. Түсінікті болды. Түсінікті болды. Болды, береміз. Апарып, дұрыстап байлап, қамап, уколын салып, өзі келді. Не деп атсың? Мына кісіге апарып, справка бер деп атырмын. Өзі келді тұр, ауру байла деп атсың ғой? Жоқ, мына кісіне апарып, справкасын беріңіз деп атырмын. Справка анықтама, жент емес деген қағаз. Мына қыз бере ма? Береді. Мана деме айтпайсың ба, сен береді. Бланкі беріп, печатын басып, осымен қол Адамның не білсе тейіп. Ұстамайсың мен қызы. Балар, өздері келетін болған ба? Баяғыда аңдып жүріп. Аға, мен байлайын деп атау, кроватқа байлайын, ана қыз. Ол көз солай кроватқа байлап қояды да, сосын не жазып береді? Неміне болмайды ғой. Байлайды да, справка жазып береді, болды. Керек емес, жұмыс керек, жұмысымыз. Доп-домалақ. Сырты қызыл. Помидор. Жата берем. Байғыз. Жүйкесі тозған ғой әбден. Мына біздің жындыханамызға 30 жыл болды ағайын. Бірақ байғыз шынымен жынды ғой. Бірақ бізге ана есі дұрыстар да келеді. Олар керісінше жынды деген сұрақ қалуға келеді да. Көбіне ана байқамай жек қояды да. Сосын прокуратура келген кезде, ойбай, маған жынды деген қағаз бер. Үші маған пара береді. Жынды деген қағазды алу үшін маған пара береді. Мені ойлайды олар, паралады деп ойлайды. Кейде ойлаймын, солар қайдан біледі мен паралатынымды. Жарайды, мейлі, маңызды емес. Ағайындар, сіздерге жынды немесе сау деген анықтама керек болса, біздің 30 жылдық тарихы бар жындыханаға хабарласыңыздар. Бірлік Жауатхан бастаған Егезу сатира театры. Қазіргі мына тура осы сахнада қойылатын қойылымның өзі миниатюра қайнатасы мен болашақ күйеу баласы туралы. Қайната мен күйеу баласының арасында. Болашақ. Болмаған ғой. Болмаған әлі, болашақ. Енді болады. Короче, анау бүйтіп келеді ғой жаңа үйіне, қайнатасымен танысуға келеді. Күйеу баласы үйіне келеді. Қайнатасы күйеу баласы үйіне барады. Жоқ, қойғышы, күйеу баласы қайнатасымен танысуға үйге келеді. Келіп тұр. Сөйтіп есіктен кіреді. Күйеу баласы. Иә, күйеу баласы. Сөйтіп кіріп, амандасып, жайғасып. Тоқта, бәке, сен бүкіл миниатюраны өзің аузымен айтып бере салайын деп тұрсың ғой? Көрейік та, тамашалайық та. Мына миниатюраны дұрыстап, көзің тігіп, құлағыңды дұрыстап, настрой жасап, жүрегіңмен қабылданбасаң бар ғой, көзіңе көкшібін үймелетеді. Қой? Миниатюраның аты көкшібін. Ендеше тамашаларыңыз. Авторы Бауыржан Орда. Миниатюра көкшібін. Егезу театры. Көкшібін, бұлай.
сен шынымен папамен танысам деп жатсың ба? Иә, енді бүгін папаңмен танысам деп дайындалып келдім. Жаным сол. Папаға барғанда не айтасың? Ой, енді айтамын ғой, папа, сіздің қызыңызды жақсы көрем, бізге рұқсатыңызды беріңіз, әлі бақытты болып кетеміз, ақ батаңызды беріңіз деп айтамын ғой. Сол ақ па? Иә? Жақсы енді, сол болса сол болсын. Бірақ сен байқа, я, мен папамның жүрегі бар емес па? Өте жұмсақ. Бірден айтсаң жүрегіне қабылдап қалады. Сондай ақ көңіл, ой, момын кісі, түрінен ақ көрініп тұр папамның момын екені. Қайта жақсы емес пе? Өте күшті ғой, Бізге иә? рұқсатын беретін болды. Жақсы болды. Берет шығар енді. Сен бірақ абайлаш, я, папамның жүрегі өте жұмсақ енді. Мен папам деген... Уайымдама. Папамның өзі келатқан сияқты. Папа? Ой, сен ана жаққа бар, мен өзім танысам. Барғанда барам ғой, папа. Сен байқашы, мен папам жүрегі өте жұмсақ. Бірдеңе айтып қойсаң бар емес па? Осыған папаға айтып қойсаң бірдеңе. Ой, баршы, уайымдамай өзім танысам. Абайла! Ет аламыз. Ет алыңдар. Ет татам. Ет аламыз. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам. Иә, білғай бала. Ет аласың ба? Менің атым Әділет аға. Кім? Әділет. Әділет. Әділет жақсы кел. Қандай ет аласың? Жо, аға, ет болғанда мен сізге бір үлкен шаруамен келіп тұрмын. А? Үлкен шаруамен келіп тұрмын сізге. Шаруа? Иә. Айта ғой шаруаны. Аға, бұлай. Мен Иә. сіздің... Сіздің? Иә. Сіздің... Тоқта. Ассала! Қозғалма. Қозғалма, иттің баласы. Қолыма түстің ба? Жаныңды шығарып жапсырып тастай. аға! Атаңа бер. Ашып кетті. Не болды? Ашып кетті. Хикмет? Оу, не деп едің жаңа? Ет адам дейсің ба? Жо, Әділет аға атым. Кім? Әділет. Қандай ет аласың? Жо, ет емес, мен шаруамен келіп едім сізге. Сізге шаруамен келіп едім. Айтшы сен шаруаңды. Қандай ет алатыныңды айт. Жоқ, аға, тыңдаңызшы аға. Мен сіздің... Иә. Сіздің... Тоқта. Тоқта. Не болды аға? Қозғалма. Қозғалма. Осы жол өлтірем. Осы жол өлтірем қазір. Осы жол өлтірем. Аға. Осы жол өлтірем. Ішіңе қуанды. Аттан әлет! Сара! Судың бойында! Судың бойында! Нервімді тиіп тұр. Ей! Не алам дедің жаңа? Хикмет! Шаруаңды айтшы тезе. Ет аласың ба? Әділет аға атым. Әділет. Әділет? Не аласың айтшы тез? Не алғанда... Неге келдім мен? Неге келдім? Мен қайдан білейін? Сен дең сау ма өзіңді? Менен сұрағаң дейсің? Шек қарын аласың ба? Аға, тыңдашы. Не? Мен... Ей! Дең сау ма сен не істейміз? Жо, аға, мен... Иә? Сіздің... Сарсама тек, сарсама! Қазір. Қозғалма! Саған бар, қозғалма! Аға, мынау қонбайтын жерге қонып тұр. Қайда? Көрдім, қазір. Қозғалма, қазір. Аға, пышағыңыз не? Басын шауып жүрем. Ненің?
Шыбынның! 1, 2, 3, 4, 5. Шыбынның бар! Ойбай, аға, ойбай. Атқан әлі. Қошып кетті. Ей, шыбындаған неме? Неге тұрмайсың шыдап? Ой, елдің отырын, шауып тұрам ғой білесің ғой. Ағаң дейді қандай мерген. Атаң әледі. Хикмет, шаруаңды айтшы тезе. Не аласың, шек қарын дедің ба, тер аласың ба? Әділет, атым әділет. Судырғың бар ма не? Жоқ. Не аласың енді, айтшы тез ойын олайын шаруаңды. Не алғанда? Ызылдама! Нервім ауырады, ызылдама. Шыбыннан шақырдым. Ей, ызылдама дедім ғой саған. Ызылдама. Шауып тұрым. Аға, тыңдаңызшы, мен сіздің... Қозғалма. Шудың бойында. Тағы келді. Қонсын. Кәз. Маған қонды ма? Айығыңа қонды. Қорықпа. Ойбай аға, балтаңыз не? Қозғалма дедім ғой. Мен ет шапқанды сүйекке етті тегізбеймін, етті сүйекке тегізбеймін. Шауып тұрым қазір. Абайлаңыз аға, абайсызда өліп кеткім келмейді. Өлмейсің, қорықпа. Папа! Қақшымын! Папа, не істеп тұрсыз? Не істеп тұрсыз? Ол шым біліп өт маған. Не шыбын? Көк шыбын. Ей, оның шыбындап кеткен біреу келіп, ет жатқызбай жатыр ғой. Алмайды да етті білмеймін. Папа, Ау, ет алатын аға келіп тұр ау деймін. Ет берсін дей ма? Мында келсін де алатын болса. Сөйтсін ба? Шыбына тағы келді қазір. Қазір көрсетем, қазір көрсетем. Не істедің, сөйлесің ба папамен? Ой, енді сөйлесейін деп жатыр едім. Мына бір көк шыбын қайта-қайта әңгімемізді бөл. Оның не қатысы бар? Папаға айтып. Қайда? Қайда? Қозғалма! Саған бар. Шыбындаған біле. Қайда қонды? Қайда қонды? Басына қонды. Қазір. Папа керек емес ау, а? Шашып жіберем. Қозғалма! Пападай! Ойбай аға! Қозғалма дедім ғой! Атты! Тимеға. Қазір көрсетем аттан әлет. Қазір көрсетем көк шыбын. Мына папаң жынды ма бірдеге ғой? Таныспаймын мен. Жынды емес, папа момын. Таныспаймын папаң. Ей, момын деймін папамыз. Қазір. Ай, аға. Папа. Көк шыбын қайда? Аға. Былай тұр. Былай кет. Міне. Көк шыбын. Аттан әлет. Құлады. От көк шыбын. Қолтықтың астынан тиіпті. Көктер көрдім ау. Хикмет! Ет аласың ба? Ана қойды кетті. Хикмет! Тегін берем етті келі. Ой, ет өтпеді. Көшкенде жылқайдаймын ой
едім сала менен әридәшім Түскенде сен есіме беу қарағым сағынып сарғаямын ау Әридэшім, әридэшім, жалым түйген жалғандау ғашығымсың жаным сүйген әридәшім әридәшім Өмір жолын мен жүрдім оңайды емес өткердім талай жарыс талай белес мойымай сүрінсем де құламадым алдымда арман тұрды арайлы елес алам деп биіктерді асқарларды үйрендім мен өмірден жасқан бауды ар намыс қос қанатын талмай самға жүрегім аңсаған құс аспандауды өмір жолы достармен табыстырған өмір жолы жүйрікпен жарыстырған өмір жолы сүйдірген сүйіктеткен өмір жолы өмірмен табыстырған өмір жолы өмір жолын мен жүрдім сан саналы кім білсін белестер бар қаншама әлі сенемін тек арманым алдамайды ол мені құшақ жайып қарсы алады өмір жолы достармен таныстырған өмір жолы жүйрікпен
жолы өмірмен табыстырған өмір жолы өмір жолдарыңыз ашық болсын. апай неге әдейі емес сен әдейі істегенсің соның бәрін. Ой, апай, білмей қалдық қой, әдейі Қалай істе. білмей қаласың Ой, сен? апай, қойыңызшы. Не қойыңызшы? Неге қойыңызшы? Сен неге футболды класста ойнайсың, а? Апай, өздеріңіз емес пе енді мектепте спорт зал болмағасын дышыны класс өткізіп жүрген? Сен сол класста ойнаған кезде футболды допты қолдың ұшымен ойна. Мә, қолдың ұшымен футбол ойнап жүрген қай қазақты көрдіңіз? Вот сен ойна. Ой, апай, түсінбейсіз, апай футболист бол деген менің арманым ғой, апай ол. Арманым дейді. Бірінші сен бар ғой, я сабағын жақсылап тұрып оқып алшы, бірге бірді қосуды таблица жаттап алшы бірінші. Так, мен саған әкешің шақыр дедім ба, шақыр. Ой, апай, керек емес, шақырмай ақ қойын, апай. Мен саған әкешіңді шақыр дедім ба, шақыр. Апай, түкірмесеңіз де естіп тұрмын жалпы. Түкіріп, бүйтіп шашылып не қыласыз? Ей, айналайын ау. Осы өмірде сенің әкешіңді көреміз ба, жоқ көрмейміз ба? Не дейсіз, апай? Осы өмірде сенің әкешіңді көреміз ба, әлде көрмейміз ба деймін. Не, осы өмірде көрмесе, ана өмірде танымай қаламын деп қорқасыз бар, Сен мен әзілдесіп тұрсың ба? Ал жақсы, ал түсіндік. Енді мамаң енді скорый помощьте таңнан кешке шейін жұмыс істейді. Қолы бос емес. Ал сонда әкең қайда сенің? Апай, тұра беріңіз. Апай, ол әкемнің жұмысы ғой, апай, мамандығы ғой, босамайды ол. Шақыр дедім ба, шақыр. Мен нервы бітті, шақыр дедім ба, шақыр. Апай, ол әкем келсе басыңызды ауыртады, апай, шын айтам. Менің басым ғой ауыратын. Сенің басың бес, мына менің басым и так та басым ауырып жүргенде ауыра бересің, ауыратын, мен ауырады. Шақырмай қойыншы, апай. Шақыр дедім. Ой, апай, тұрып айта берші, апай. Айтып қойғам, келе жатыр. Әне, өзі де келе жатыр. Папа! Апай, мен ескерттім, миыңызды бар ғой. Айттым, әйтеуір. Папам келе жатыр, әне. Мен айттым, әйтеуір. Апай, өзіңіз қараңыз енді. Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз, қалайсыздар? Іштер аман. Таныстырып қояйын. Академик, профессор, ғалым, этнограф, ихтиолог, зерттеуші, тарихшы, жазушы, сынықшы, мобилограф, массажист, гинеколог, физик, юрист. Алдыңызда тұрған Зауытбек фабрика, Өндірісбай ұлы Жезқазғанов деген мен болам, иә. Түсінбей қалдым, тағы бір рет қайталап жібересіз? Академик, ғылым, зерттеуші, тарихшы, жазушы, этнограф, философ, физик, юрист, сынықшы, мобилограф, массажист. Тоқтаңызшы. Қысқаша айтыңызшы, қысқаша. Қысқаша аты жөнімді ма? Қысқаша аты жөнім Зауытбек фабрика, Өндірісбай ұлы Жезқазғанов. Сіз просто қысқартып Зауытбек фабрика, Өндірісбай ұлы Жезқазғанов деп айта салыңыз, иә. Зауытбек фабрика, Өндірісбай ұлы Жезқазғанов деп айта салсаңыз болады, қысқартып, иә. Зауытбек ағай. Жоқ, Зауытбек ағай деп менің атымды бөлмеңіз, айналайын. Зауытбек фабрика, Өндірісбай ұлы Жезқазғанов деп айтыңыз, иә, толығымен. Болмаса Зауытбекті бөлігі бол, Зауытбек фабрика деп айтыңыз болмаса. Жоқ, жай ғана ағай десем бола ма? Ағай деуге болады, аға болады, аға деуге болады, аға деген мынау толау, мына этнограф ретінде айтарым, ықылым заманнан бері пайдаланып келе жатқан түркі тілдес халықтардың барлығы қолданатын аға деген сөз бар. Алдыңдағы буын ағалар дейді, иә, мұны ағаңның үйі ақжайлау дейді, асабалардың өздері мынау, аға деген алдыңдағы ғажайып адам деп айтып жүр, иә, кішкене еркелетіп ағатай деуге, иә. Тоқтаңызшы. Жалпы аға деуге болады, иә. Аға деуге болады. Иә, аға. Енді сізді мына жерге не үшін шақырғанымды айтайын. Дұрыс, айту керек. Сіз мына жерге мен не үшін шақырғанымды айтасыз. Егер сіз мен сіз шақыратын болсам, онда неге шақырғанымды мен айтатын едім, иә. Ал енді сіз шақырғаннан кейін сіз айту керексіз. Жалпы шақыру деген өзі екі процесте тұрады. Саналы шақыру, бейсаналы шақыру дейді мысалға. Әртүрлі шақыру бар. Біреу киноға шақырады, біреу музейге шақырады, біреу тойға шақырады, біреу құдалыққа шақырады мысалға сізді. Біреу моншаға шақырады, біреу бірдеңеге шақырады. Кім мені моншаға шақырады? Мен қайдан білейін сізді кім моншаға шақырып жүргенін? Ау, жаңа сіз өзіңіз ғой біреу мені моншаға шақырады деген. Шақырса шақырады шығар, кішкене сабыр сақтаңыз енді шақырады да енді. Қаласаңыз мен шақырайын. Моншаға барғыңыз келіп жүр ме? Тоқтаңызшы, тіпті мені
Мида су болмайды. Мидың 97% майдан тұрады. Сыртқы қабаты сары май, биолог ретінде айтатын, ортасы ақ май. Тоқтаңыз. Иә. Жүріп бара жатқам жоқпын, тоқтап тұрмын сонымен. Иә. Зауытбек фабрика өндіріс байылы жезқазған. Мен сізді мына баланың мәселесіне шақырып тұрмын. Мына баланың не білдірген сізге айтайын. Дұрыс. Иә, бұл баланың не білдіргенін мен қайдан білемін? Бұл бала не білдіргенін біріншіден бұл өзі біледі. Екіншіден мына юрист ретінде айтарым, бұны бақылап тұрған, көріп тұрған куәгер деген болады. Сол біледі. Үшіншісінде кіммен бөлісті? Мәселен, сізбен бөлісті ме? Демек, сіз білесіз. Төртіншісі мынау ғалым, экономика бәрі дамыған заман кезінде мынау фото, видео фиксация деген болады. Сол біледі. Айтпесе, басқа мен бұл баланың не білдірген білмей. И вообще бұл бала кім өзі? Кім? Ойбай. Ай, сіздің балаңыз ғой? Кім? Мынау ма? Қой, айналайын, сіз өйтіп бәлеңізді жаппаңыз. Мен сізді бірінші рет көріп тұрмын. Мен мойшаға барған адам құсап, сіздің балаңыз деп, менің мойныма қиып салуды қойыңыз болды. Тоқтаңызшы. Енді не баланы туп-туп әкеліп, менің мойныма ілжі беретін, мен лоқ емеспін, айналайын. Мен профессормын. Өндіріспайын Зымыран сіздің балаңыз ғой? Толық аты Өндіріспайын Зымыран Зауытбек Фабрикович. Бұл сіздің балаңыз 11 жыл болды, сіздің балаңыздың аты жөнін шатқа шаттап алдық. Мына класстың жартысы білмейді. Оның қасында мектеп директорының аты жөнін спокойно айтып жүрміз. Гүлжамила Кемелжемелова деп. Спокойно айтып жүрген сол ма, қолыңа жазып алғаның? Шынымен менің балам ма? Зымыран ба? Зымыран ғой. Қазір. Зымыранжан? Ой, не алай, Зымыранжан. Сен, расында да менің балам екенді. Бұл неше оқиды өзі? 11 оқиды. Сен 11 оқисың ба? Ой, 11 оқи ма мынау? 11 оқиды. Сіз сонда неше оқиды деп ойлап жүрсіз? Мен оны бір мақтаса бір детсатта деп ойлап жүрген мен бұны. Садикте деп ойлап жүрген Зымыранжан. Енді ағай, түсінікті. Сен Зымыранжан, сен ана жаққа бара тұр, мен мұна бір долы көкбайт қатынмен сөйлесіп алайын, бара қоя. Не дейсіз? Қатын? Кім? Сіз жаңа қатын дедіңіз ба? Кімге? Маған қатын дедіңіз ба? Енді осы жерде екі адам бар, біреуіміз точно қатынбыз ғой, не болды? Қатын деген сөзге намыстанбаңыз. Мына асабалардың көздері айтады, қ дегенім, қамқорым, а дегенім арысым. Мен қатын емеспін, мен мұғаліммін. Мен профессор, академик, Өндіріспайұлы, Жезқазған. Тоқтаңызшы. В общем, былай. Қалай? В общем, былай. Мына бала терезені сындырды. Сол үшін мен сізді мына жерге шақырттым. Так, сосын? Қалай сосын? Терезе сынды, сол үшін мен сізді мына жерге шақырттым. Терезенің сынғанын түсіндім ғой, мен неге шақырттыңыз, соны түсінбей жатырмын ғой. Енді сіз әкесіз ғой? Кімнің, терезенің ба? Жоқ, мен балам сынып қалса, мен шақыр, балаң сынып қалды деп. Терезе сынса, терезе жөндейтін плотник шақырып, и причем тут я. Мен профессор, академик, мен плотник шақырады, терезе жөнді, мен неге шақырасыз? Оны сізді шақырдым деп. Сіз плотник емессіз. Плотник емеспін. Өзің ойланып қарашы. Не температура? Өзіңіз ойланып қараңызшы, бір қылмыс болса, адам милиция шақырады. Өрт болса, пожарный шақырады. Бір жайсыз сезінсеңіз, жаңағы жедел жәрдем шақырасыз. Ай, терезе сынса, плотник шақырады ғой, причем мен сіз неге шақырасыз оны? Түсініп тұрмын. Плотник емессіз. Ал онда неге шақырдыңыз мені? Негізі былай ғой, ағай. Қалай? Былай, мына балалар футболды класста ойнайды, себебі біздің мектепте спортзал жоқ. Енді футболды класста ойнағасын терезе сынбай кім сынады енді? Енді негізі сіздікі дұрыс? Конечно, менікі дұрыс, мен профессормын ғой, оны сіздікі дұрыс деген. Мына менің басым жасамайды. Басыңыз жасамаса қалай мұғалім болып жүрсіз мына мектепте? Сіз басыңыз жасамайтын тупой адам қалай балаларға сабақ беріп дәріс беріп мұғалім болып жүрсіз? Сіз менің намысыма тиіп тұрсыз, білесіз ба? Жоқ, мен сіз намысыңа тиіп тұрғаным жоқ, айналайын, өзің ғой менің басым жасамайды деп тұрған. Басыңыз жасамаса, қалай мұғалім болып жүрсіз? Қандай талдаудан, қандай таңдаудан өттіңіз әлде? Бас жасамайтын мұғалімдер осы мектепке жинап алды ма? Стоп! Сіз мен намысыма тиіп тұрсыз. Мына сіздің балаңыздың тәртібі құрсыншы, бөлек құрсыншы мына тәртібі баланың. Ал? Сіздің балаңыз бар ғой, иә? Сіздің балаңыздың сабағы өте нашар. Нашар. Тупой. Тупой. Бірді қосуды білмейді. 0. 0. Тупой. Неге? Неге?
қалай неге? Мен білем неге екен. Өйткені менің тупой балама сабақ беріп отырған мына сен сияқты тупой мұғалімдер. Мына мұғалімдер тупой. Енді өзің ойланып қарасайшы, мен өзім баламның тупой екенін мен білем. Сол менің тупой балам бірдеңе біліп шықсын деп мен мектепке бердім ғой ол баланы. Дұрыс па? Енді сіздер оқытып мектепте тәрбие бермейсіздер ме, үйретпейсіздер ме енді? Балаң тупой деп бергенше. Енді ағай, енді қараңызшы. Енді оқытқаннан кейін өздеріңіз баланы үйден дайындап үйретіп жібермейсіздер ме? Айналайын, мен баланы үйден өзім оқытатын болсам, не істеймін мен оны мектепке беріп? Мен үйде оның баланың тамағын берем, мен ол баланы киіндірем, оның шашын алам, демалсайын, моншаға апарам. Мектепте сіз оқытасыз. Тоқтатыңыз. Жоқ, болмаса былай келсек. Мен профессормын, өз балама өзім сабақ бере алам. Ал сіз баланың шашын аласыз, тамағын бересіз, киіндіресіз, асырайсыз. Давай солай келсейік онда. Зачем мектеп, я не понимаю. Сіз. Не болды сіз? Ужас. Не ужас? Мен кетем. Жоқ, мынау қуып кет. Кетпейсіз, мен кетем. Сіз мұғалімсіз ғой, осы жерде қаласыз. Кететін мен кетуім керек. Жоқ, сіз қалыңыз, сіз профессорсыз ғой. Сіз профессор, мен кетем. Сіз қалыңыз, мен кетем. Мынау қуып кетті ғой, точно. Мен ғой кететін, сен ғой қалатын, сен мен осы жерде. Мен ата-анамын, мен кетем үйіме. Жұмыстан шығам. Астағфирулла. Мұғалім болып істемеймін. Сіз қалыңыз, мен кетем. Мына моншаға баратын машалықтың түсіп қалды ғой. Көрші аға, өлтірдіңіз де. Көшеде әлейқалап барады адам. Рахмет көрші аға. Машалықсын тастап қашып кетті анау. Көрші аға, рахмет. Мынау, рахметім. Мен сіздей актер көрші ағам барына мақтанам ғой. Дұрсап мақта. Драма театрдың әртісі. Қазақстан Республикасының белгілі әртісі. Еңбек сіңірген әртіс. Болды, көрші аға. Енді, рахмет қо. Бірақ бір өтініш болып тұрды тағы да. Тағы бір өтініш болып тұр. Қандай өтініш? Бір химиядан беретін бір өз жындапай береді. Берекетімді алды, әкең шақыр деп. Әкеңмен танысайын дей ма? Химиядан бере ма? Химия қиын, ашиды миың деп. Әкеңмен танысқыз келіп, әкесін танытып жіберейін. Абай, мачалқы керек па? Тәрбиеш құрметті, қымбатты, ұлы мәртебелі көрермен. Расында да әпкесін алғам. Сол, онша емес енді әпкесі тұрып атырмыз. Шымкенттің қызы, өзі де Шымкенттен. Білмеймін, қалай ұсталып қалдым бізіміз. Жаңа сахнаның артында жүрсем, бір үлкен кісі келді, мені көрді. Ой, әлі барсың бай сен. Дейді, как будто мен өліп қалған сияқты. Айтмай бармыз деп, қызық адамдар. Бұл қонақ үйге бардым бағана. Қонақ үйге кірсем, рецепшіндегі бір қыз мені көрді. Сіз Нұржан Тұтыпсыз ба деді. Я дедім, бей өмірде онша емес екенсіз ғой дейді. Енді қандай бар бір қарта айтып қой бізде, ойбай. 50-ден асып кеттік міне. Баяғыда біреуді, ана кісі 50-де тойын жасап жатыр десе, сырттан қарап, ойбай, 50-де шал болды ғой дейтінбіз. Қазір өзіміз міне 50-ге кеп қалдық, көз ашып жұмғанша. Ұмыт кетем кей кезде 50-де екенімді. Андасында бір қасымда бір жас жігіттер бір-біріне кеттік дискотекаға барамыз, мен де кеттік кейіп соң есіме түсіп кетеді. Қой. 50-десің қой, ұят болады, кісісің деп. Балалар бара беріңдер, мен қалам өзім деп кішкене 50-дегі рөлді ойнап кетесің. Бір Атырауға бір моншаға бардым. Мен моншаға барам. Сөйтсем моншада жуынып атсам, бір кісі қарай береді, бір ер адам. Сөйтіп қарасам, бүйтіп. Кен айтмын, мінеге маған қарай бересіз бір түрлі көті. Сөйтсем, сендер де жуынасыңдар ма дейді. Енді анда-санда шығып жуынамыз ғой бізде. Ауруханаға барсаң, сіздерді аурасыздар ма дейді, әртістерді аура ма дейді. Баяғыда осы Мақпал Жүнісованың бір жиында, тойда бір кішкене қымыздың ашысын ішіп алған бір кісі келіп, Мақпал тәте, сіз өзі жасыңыз нешеде деп сұраған ғой енді. Кішкене сөйтсе, ой, жаспыз ғой десе, ана кісі айтады,
түріңізге қарағанда өйтіп айтпайсыз деген ғой. Сөйтсем Мақпалымыз тауып айтқан ғой. Түрім оттай береді, жүрегім 24-те депті. Сол сияқты түріміз оттай береді, жүрек 24-те ұра береді енді сондай. Менің бір досым, қазір заң басқа, заман басқа, баяғыда біз әйтеуір романтик магнитофон тыңдап, сотқы жоқ, сондай заманда, қазір басқа заман. Сонымен бір құрдасым әйелін айтты, мынандай стриптиз деген болады екен, барып көрейінші, арманда қалмайын. Мен сенен сұранып отырмын, әйтпесем былай өзімде кетіп қалатын едім. Сен әйел айтқан ғой, қанша тұрады ол десе, ой бір 30 мың керек екен. Десе, ойбай, маған 2 мың берші, мен көрсетіп беремін деген. Ей, сен оны көрсете алмайсың, ол деген адам сондай болу керек десе, 2 мың теңге берші, көрсетіп беремін деген ғой. Әйелі құрдас екеу, мектептен бірге танысқан. Жарайды, мен 2 мың көрсетші десе, анау әйелі 50-ден асып кеткен. Салмақ деген 90-нан асады. Оқтауды алып, кухняға столдың үстіне шыққан ғой. Көрсете бастаған, халат киіп алып. Ана құрдасын бүйтіп қарап тұрды. Той, арзанның аты арзан болып жүр. Айтты ма бір қымбатын көрейікші деп. Сондай болатын әйтеуір. Заманмен бірге, баяғыда біз әйтеуір жатақханада тұрдық. Осындай бір замандар болды. Адидас деген трикон тойға киіп баратынбыз. Туфлимен. Сөйтсе болады, спортивный киім екен ғой, ол киімді қолы. Білмейміз ғой ол, ойбай, сондай екен ғой деп. Әйтеуір комсомол болдық, пионер болдық, сондай заман болды. Осы күнге дейін 1 майда далаға шыққым келіп кетеді бір шарик ұстап. Сөйтуші ғой. Киім 1 майда беретін осындайда бізге. Киіп алшы деп, сондай замандар болды. Өткен жол алдында бір көршінің үйіне ұры түсіпті. Сөйтсе эпилепсик екен. Заттардың бәрін алып терезеден шығайын деп қылса, эпилепсия ұстап қапты. Үйдің егелері келсе, біреу дүрілдеп атыр дейді, аузына қасық салып, әйтеуір тірілтіп апты. Сөйтсе, ана ұры өз-өзді келгеннен кейін үйдің егелерін айтатын көрінеді. Қаяқта жүрсіңдер, сәл болмағанда өліп қалсаңдар деп қойды. Қазір сондай басқаша бәрі де. Қандай болмасын, ол болсын, басқа болсын, әйтеуір Құдай заманымызды тыныш қылсын. Бәріміз аман болайық. Мына 25 жыл театрды алып жүру үлкен өнер. Ағай туысқандар, біле білсеңіздер, осы мемлекеттік сатира театрын алғашқы ашқан осы Нұрлыбек негізі қаланың басшылықтары мәдениетке үлкен көңіл бөледі екен. Мынандай зәулім сарай соғып берді, театр ашып берді. Мәдениетті азаматтар қалада көп болса, қаланың өркениетті алға басады. Сол себепті басшылыққа рахмет, 25 жылды құтты болсын. 50 жылдығына шал боп шығайық. Міне жерде мен 75-ке кел. Тура осылай отырыңыздар. Әнің қайда, нәзік жаның қайда, сезімдер жалындай ма? Сазың қайда, сұлу назың қайда, жүрекке жазылмай ма? Сен менің асыл арманым, үмітін жаққан алдан, сырымды жасыра алмадым арайлы ақ таңдардан. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркем, үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ
қайтадан оралмайма. Нұрың қайда, шертер сырың қайда, дертімді ұғынбайма. Сен менің асыл арманым, үмітін жаққан алда. Сырымды жасыра алмадым, арайлы ақ таңдардан. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркем. Үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген. Сен менің аппақ еркемсің, сен менің аппақ еркемсің. Үмітін үзбеген, мәңгілік іздеген бақ құсым. Sen mening asıl armanim, ümitin şakkan aldan. Sırımdı jasıra almadım, araylı ak tаңдардан. Sen mening appak erkemsің, sen mening appak erkem. Ümitin üzbegen, мәңгілік іздеген. Sen mening appak erkemsің, sen mening appak erkemsің. Ümitin üzbegen, мәңгілік іздеген бақ құсым. Махаббат бағының әнімін, тыңдайық арманның әнінін. Шапағат таңының сәнімен, шырлайық жалғанның сағымын. Махаббат бағы жайына, махаббат қосы сайыра, бақытты күндер қайда жаным. Армандар аспан айға, кездескен күндер қайда, кездескен күндер қайда жаным, қайда жаным. Махаббат бағының нұрын сыйлаған жалғанға жалуын. Сол бақтың бөлімін, бүрімін жинаған арманға тонылын. Махаббат бағы жайына, махаббат қосы сайыра, бақытты күндер қайда жаным. Армандар аспан айға, кездескен күндер қайда, кездескен күндер қайда жаным, қайда жаным.
осы. Ай, Бердігүл. Осы қатын менімен тұратын адам ба, тұрмайтын адам ба? Таңертең ұйқыдан тұрсам жоқ, кешкісін келсем жоқ. Иттің ғана. Ай, Бердігүл, қайдасың? Мына осы несі? Ой! Ой! Қаш! Ай, қаш! Қайда? Қайда қашам? Тоқташы! Гай қуып келатыр, қаш деймін. Гай? Сені қуып келатыр ма? Ойбай, үйге дейін қуып келді. Не істедің сен? Жол тәртібін біздің ба? Жоқ. Іштің ба? Қой, Құдай сақтасын. Онда атаңның басына қасып келе жатсың ба? Ана жолдың бойында тұр едім ғой. Келе жатыр едім ғой. Ана жолдың жиегінде бір гай тұр екен, таяқ ұстап. Сөйтіп? Содан байқамай аяғын басып кеттім гайдың. Гайдың ба? Аяғын? Ойбай, ай. Ай, сен білесің, айналайын, сен сотталасың гайдың аяғын бассаң, а? Гайдың аяғы, не болып қалды анаң аяғы? Суға жетім сияқты болып қалған шығар. Білмеймін, аяғын тупілейін басып кеттім ғой, аяғы жалпиып қалды бүйтіп. Ой, бұрмай. Сен бар ғой, сен бар ғой. Мен саған айттым, осы машинаны мінбе дедім. Сен машина айдай алмайсың. Сен правила білмейсің. Осы машинаға тиіспе десем, неге сен дым көрмегенде ол мініп кете бересің машинаны? Таң атпай. Мен саған айттым ғой. Ана неден шығарғаннан кейін қазақ қыламыз, содан кейін сатамыз. Мінбеш дедім ғой, айналайын машинаға. Мінбе дедім ғой. Машинаның нөмірін женский емес па, не болды соншама? Женский деген қандай ол? Маған Сәрсенбайдың әйелі айтты ғой, сенің байыңның машинасының нөмірі женский, сен айдау керек деп. Сосын айдап жүрген жоқпын ба? Сәрсенбайдың қатын айтты? Иә. Ой, албасты, ей. Ол Армениядан келген машиналардың бәрі сондай. Кім айтты оны женский деп? Айтқа. Ерте қазақ қыламыз, түйме дедім ғой. Қазақ қылғасын айдайсың ғой, не болды соншама паника бай дедім? Сен осы тоқташы сен. Сен машина айдап кеттің, ә? Иә. Кілт үйде тұр ғой. Кілт бола ма не? Ай, машинаның кілті болады ғой. Мен білмеймін. Сен қалай оталдырырсың оны? Ана екі проводын жұлып алып, тызызт деп. Ай, оны кім үйретті саған, кім үйретті оны? Сәрсенбай үйретті. Ой, Құдай, ай, бір Сәрсенбай деген бәле болған екен, бір Сәрсенбай деген пайда болған екен, бір оңбаған, а? Қаяқтағы жоқтың бәрін. Әулие ме бір Сәрсенбай деген? Көршіміз емес пе Сәрсенбай деген не болса? Көрші болсақ айтайын Сәрсенбай деп. Ай, сен өлтір. Мына бір шелек. Жаңа мен таң атпай сүтке барған жоқпын ба? Ойбай, бір шелек сүт ішетін бе? Бұзауым ба мен саған? Сүт жоқ екен. Сосын? Пирожки алдым. С картошкой. Бір шелек пирожки алдың? Енді 10 000 теңгеге алған жоқ па 100 теңгеден? 100 пирожки. Сен есің дұрыс айналайын ау, оны қалай тауысамыз? Бүкіл Ақтөбе болып тауыса алмаймыз ғой, мына сенің бір шелек пирожкиіңді. Енді ыздас жоқ қой, қайтем енді алмағанда? Ыздас жоқ деп ала бересің ба? Ұят емес пен саудасы жүрмеген ғой. Ойбай, ай сен. Екеулеп жесек тауысамыз ғой, не болды сонша паника бай дедім. Таңертең екеуін, түсте екеуін, кешке екеуін. Болмаса көрші күлімді қонаққа шақырып жібереміз. Шақырма ешкімді. Сәрсенбай ғой шақырайын деп тұрғаның сен, ә? Білемін сен кім шақырайын тұрғаныңды. Сәрсенбайды шақырайын тұрсың, ә? Атаңның басы өзім жеймін. Нағылым Сәрсенбай деген әулие болып, сен айналайын. Мен саған қашан қайтам, мынауың не сен машинаның ішінде отырып, тоқыма тоқитына деді. Енді мен қайдан шығарып алған сен? Енді қызылға келгенде мен бос отырам ба, саған гамаш тоққан жоқпын ба? Мен саған гамаш тоқы деп айттым ба? Күз келген жоқ па, күн суық қой енді, не болсын шама? Мынау ма тоқыған гамашың, мынау ма? Мынау ма гамашың? Мынау ма? Мынау? Не салам мен мынаған? Мен саған 8 аяқпын ба, не міне мынау? Қандай гамаш мынау? Қандай гамаш мынау? Ойба, мен саған гамаш тоқайын деп панталон тоқып қойыппын, ойбай. Жылы болсын дегенім ғой? Өзің киім мына гамаш. Кимесең кимей ақ қой, Сәрсенбайға апарып берем, бұты тоңып жүр. Ой! Қайда білесің оның бұтының тоңып жүргенін сен? Сәрсенбайда мынандай гамаш бар ма? Жоқ шығар. Жоқ болса тоңбай ма бұты? Өзім кием. Қуат бош. Шаруаң болмасын сен. Мен саған қайдан ғана сен машинайды үйретті саған, а? Сәрсенбай қайдан ғана үйретті саған, а? Сәрсенбай біледі айдау. Сәрсенбай автошкола ашып алды, сонда конструктор болып жасайды. Инструктор! Маған А, В, Д, Ж, З. Онда категория жоқ қында Ж деген. Сәрсенбайда бар. Ойбай. Сен өлтірет шығасың ба? Сәрсенбай деген бір әулие пайда болды мына орға. Сен ана Сәрсенбайдың не оқытып атқаның бар ғой? Соны тексерейін деп, мына таң атпай мен мына киоскіден барып кісер-кістей шығарып алдым мен мынаны. Қазір саған емтихан көрсетем мен саған. Сұрақ қоямын қазір саған. Қой сұрағым.
Сәрсенбай бәрін үйретті, білем ғой мен. Мынау қандай знак? Бұл деген ана инкассатордың машинасы сенің 80 000 теңге айлығыңды алып келе жатыр. Скоро 5 000 қосады. Ринат айтты телевизорден 85 000 болады. Атаңның басы, бұл грузоподъемность. Осын біліп едім Сәрсенбай не оқыдып атқанына. Оңбаған неме. Мынау қандай знак? Сәрсенбай түнде жер қазып жатыр. Сәрсенбайдан басқа адам жоқ па? Бұл әлемде Сәрсенбайдан басқа адам жоқ па? Енді көзіңді ашып қарашы, Сәрсенбай емес пе? Көршіңді танымайсың ба? Қуат мынау. Бұл ведутся дорожные работы, жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деген знак. Чегір нағыз. Сәрсенбай деп. Біліп едім осын дұрыс оқымай жүрген. Оңбаған. Мынау қандай знак? Сәрсенбай баласын мектепке қуып баратқан жоқ қой. Қайдан Сәрсенбайды көріп тұрсың? Қайдан Сәрсенбайды? Міне тұр ғой, Сәрсенбайды мен танып тұрмын, ана баласы емес па? Қайдан білдің оның баласы екенін? Мына қуат екен ғой, көршісін танымайды. Қайдан біліп тұрсың Сәрсенбай оның баласы екенін? Міне баласын мектепке қуып баратқан жоқ па? Оңбаған. Осы Сәрсенбайды біліп едім осы. Қайдан ғана бұл инструктор болған Сәрсенбайдан. Мынау точно Сәрсенбай деп айтпай, өлтірем мен. Мынау қандай знак? Енді Сәрсенбай баласын мектепке апарып үйіне қайтып кетқан жоқ па? Соны білмейді. Сәрсенбайдан кеп, Сәрсенбайдай бәле көрінсін саған. Сәрсенбайдан бәле көрсін. Бұны зебра дейді. Білмеймін. Зебра болмаса пешеход дейді. Жаяу жүргінші жүретін. Енді кетіп барады ғой Сәрсенбай жаяу өзі. Сәрсенбай. Ал, мынада адам жоқ ал. Сәрсенбай да жоқ, қатыны да жоқ. Енді де жауап берер екенсің. Айтшы, не мынау? Сәрсенбайдың рөмкісі. Жарайды. Былайшы. Сәрсенбайдың қатыны? Бұты қисық қарашы шені. Баяқ талтақ. Көріп тұрған жоқсын ба? Мені күдіп түзеу. Өзің аяғыңа қарап ал сен. Өзің аяғыңа қарап ал. Сәрсенбайдың әйелінің аяғын әңгіме қылғанша. Бұл деген мынау жол екіге айырылады, немесе жол екіге қосылады дегенді білдіреді мынау. Албасты біліп едім осы сен. Сәрсенбай деп. Қаяқтағы жоқ категорияларды тауып алған. Сәрсенбай деп. Мынау не? Бұл Сәрсенбай? Қалай болып кетті? Қалай? Өзімде шатасып қалдым. Былайшы! Ол сенді? Оңбаған. Саған бір Сәрсенбайдай бәле көрінген екен, Сәрсенбайға бір қосып тұрып сабайтын қатын екенсің. Қолым қышып кетті ғой мынау. Ана гипсті аяғыңа киіп жүредің қалдың да? Енді аяғым қышығасын қолыма киіп алған жоқпын ба? Осы сенің есің дұрыс па, айналайын, есің дұрыс па? Не болды қолыңа гипс киетіндей, не болды қолыңда? Жаңа дедің, гай қуып батқанда машина сырып кеткен жоқ па? Сырып. Машинені ма? Машинаны сырып кетті. Не сырып кетті? КамАЗ. КамАЗ? КамАЗ, ойбай-ау, айналайын-ау, несі қалды КамАЗ сырған, машинаның несі қалды КамАЗ сырса? Жартысы қалды да. Несі қалды дейді ғой? Жартысы қайда? Жартысы столбаға жабысып қалды. Ойбай-ай, мен саған айттым ғой, осы машинаға жолаушы болма, айналайын, сатып жіберейік, кішкене мінбе деп едім, тыңдамадың ғой сен. Сәрсенбай деген маған бәрін үйретті, газды бәрін үйретті. Атаңның басы газды бәрін үйретті. Үйретсе осылай болып жүресің ба сен? Біресе аяғын сындырасың, біресе қолын сындырасың. Ана біріншісін бассаң газ жүреді. Ал газ жүреді, сосын? Ана екіншісін бассаң скорость. Ал сцепление, механика. Ал ана бірақ ортаңғысын қай аяғыңның басып жүрсің, мен басып жүрген жоқпын. Есіңді ұста, ортасындағы тормыз ғой. Тормыз сен емес па? Иттің ғана шегір қатын қазір осы тұрған жеріңде бар ғой сені. Сәрсенбаймен қосып қойып тұрып жаның шығара мен сені. Мен тормызды олай басып жүрген жоқпын. Сен қалай тоқтатып жүрсің машинаны? Мен есікті ашып аяғымен тоқтатып жүрмін ғой бүйтіп. Сосын аяғың жара болмай қайтеді сенің, біресе қолың, біресе аяғың. Машинамай. Сәрсенбай жақсы айдайды. Сәрсенбай дейтін бар ғой. Күндіз түн айдайды, қараңғыда айдайды. Сен түнде көзің көрмейді, қараңғыда айдай алмайсың. Сәрсенбай мына Ақтөбенің шоқалақ көшелерінде плавын айдайды. Сен айдай алмайсың. Сәрсенбайға қосып қойып, бір кешкі салқынмен ақырға салып тұрып сабайтын қатын екенсің. Ойбай, менің сабағым болып қалды. Қандай сабақ?
мен тағы да автошколада оқып жатырмын ғой. Оқысаң сен. Ө деген категория берем деген, ө деген. Ей, онда категория жоқ қой. Сәрсенбайда бар ө деген. Сен ө деген категорияны алып мені өлтірейін деп жүрген шығарсың сен, а? Сәрсенбайыңмен қосып сені бергір мен сені өлтірем мен саған, қайдағы Сәрсенбай, қайдағы ө категория, а? Ол үйдің шалы қайда кетеді? Мұндамын. Ойбай-ай. Қайда жүрсің? Қалай қайда жүрсің? Қайдан келе жатсың? Қалып қоя бересің өзің. Жүрсің? Қайдан келе жатырсың? Жиналыстан келе жатырмын. Өтірік айтпа. Бағиланың үйінен шай ішіп келе жатсың ғой. Осы ауылда сенен басқа шал жоқ. Бәрінің шалы өліп қалды. Жалғыз менің шалым, онда әркім бір шайға шақырып мазаны. Ей, Бағила көбі жиналыстан келе жатырмыз. Ой, не жиналыс ол сенікі бітпейтін жиналыс. Ақсақалдар болып жиналып, атамызға ескерткіш орнатайық деп жатырмыз. Ой, бармай. Сол Қаратасқа ақша жинап, Қаратасты әрбір жерге қоя бергеннен бірдеңе бола ма? Одан дана мектеп салындар, бірдеме салындар, жұмысқа кіргізіңдер адамдарды. Елдің бәрі қойып жатыр, атамызға біз де қояйық та. Қоямыз. Әлгі тойға бармаймыз ба? О, алжыған. Әй, тойға кеше бардың ғой. Ой, бүгін емес пе той? Әй, кеше бардың тойға. Мына қара, кешегі тойға барған әлі шешпеп, қайттан киіп алған. Әй, мен бүгін деп ойлап жүрмін, ойбай. Әй, мынау екеуін киіп алғаныңды. Екеу киіп алғанмын ба? Адам біреуін киеді. О, алжыған. Ой, қайдан білейін. Ұмытшақ қой. Алжыған ау. Қайдан білейін. Кеше бардық дейді, тойға ойбай қалатын. Әй, пенсияны әкел. Пенсия? Пенсияны бер ана Қаратасқа. Ай, пенсияны кеше ғана алдың ғой.
Ей, алған жоқпыз деймін. Ай, кеше ғана өзіңе сағат 12-де әкеліп бердік қой. Өзің де бардың ғой. Алдым ба? Алдық қой 12-де. Ұмытып қалам ғой, мен ұмытып қалам. Ой, алжыған. Алдың деп жазып қойшаш бір жерге. Кеше алдым. Кеше сағат 12-де бар, алып бергем саған. Ойбай, есімде жоқ сәтсем бар ғой, білмеймін. Миым ашып осы ұмытып қалатын болғанмын. Білем ғой ұмытып қалатыныңды, алжыған. Әй, обедчик та онда. Тойға бармаймыз бәрібір. Обедчик. Ай, жаңа ғана осы 20 минут бұрын ішіп алдың ғой обедіңді. Іштіп па? Алжыған. Не жеп не қойғанын білмейді. Онда неге қарным ашып тұр? Өткені қартай қалсың. Ай, кеше мана таңертеңгісін жармаға май қосып жедің. 5 жұмыртқа жедің. Не дейді? Біреуін шикілей жейін деп атыр едің, алжыған алып қалдым оны. 2 тостаған айран іштің. Ой, абай. Әбетте түннен қалған жылтпадан 2 тостаған іштің. Соның бәрін мен іштім ба? Енді сенемейгім енді. Білмеймін, қарным ашып тұр сонда да. Ұмытып қалғанмын, білмеймін. Мен саған дәріңді әкеліп берейін барып. Аптекке барып келейін. Әй, дұрыстап сұра, атын ұмытып қалма. Склероздың дәрісі деп айт дұрыстап. Склероз, айтамын. Ойбай, сонда да шал кеткенде тамақшы болмасам, осылар маған тамақ бермейтін сияқты. Өздері тағып шемі әйтеуір, іштің деп қоймайды. Әй, кім бар бұл үйде тамақ беретін, келін бар ма, қыз бар ма? Сәлем бердік апа, қалайсыздар? Құдай бақытты болайын алайын. Қай баласың? Танымай қалдыңыз ба не? Мен ғой құдаша қыз, Нози. Құдаша? Өткенде қайтыс болған құдашасың ба? Әлде сен емес па қайтыс болған? Апаң ба әлде? Құдай, ойбай, ол деген ана Орынбор жақта құдаша екен ғой. Кешір айналайын, бақытты бол. Бәсе апа, жай жүрсің ба, балақан? Жай сол, сіздерге ата екеулеріңізге сәлем беріп кетейін деп келдім. Сәлем берейін деп? Сол сәлемді беру үшін үйге келіп тұрсың ба? Құдай, басың істей ма өзіңнің? Қазір деген адамдар WhatsApp пен группада сәлем береді ғой. Бізге қазір ешкім келмейді, тума-туыс. WhatsApp-тан сәлем беріп отыра береді, амансыңдар ма? Дейді болды. Қазір аралас-құраласты қойды адамдар. Рахат, келіндер WhatsApp-пен бейтіп ейліп сәлем береді, суретін салып қояды тоңқайып тұрған. Сәлем бердік деп. Келмейді ешкім. Өзді солға Сен жақсы бала екенсің, келіп сәлем беріп жүрген. Өзді солға апа, ата екеулеріңіздің жағдайларыңызды сұрайын деп, денсаулықтарыңызды сұрайын деп келдім. Денсаулықтарыңыз қалай апа? Қайдан денсаулық болсын. Жасым 75-те, шал 80-де. Сосын ана, сол үлкенгендік ба, мына басым төмен қартай бірдеме басатта тұрады. Осы тұрғанда басым көтер алмай тұрмын. Апа, онда сіздің мына басыңызда тас бар. Құдай сақтасын, не дейді? Тасы несі? Тас бар. Көзім қарауытады ғой бүйтіп. Онда мына сіздің 2 көзіңізде де тас бар. Қойшай. Көзде тас болмайды, без болады. Баяғыда айтатын, мынау көз ба, без ба деп. Құлағым шыңылдап естімейді ғой. Енді апа, мына басыңызда, көзіңізде тас болғаннан кейін, мына 2 құлағыңызда да тас бар. Ол дұрыс, ол тас бар ғой. Тас кереңсің ба дейді ғой, тас керең. Тас соқпалғасын тас керең дейді екен ғой. Ой, мына бел, аяқ бәрі ауырады. Апа, онда сіздің мына беліңізде де, мына 2 тізеңізде де толып тұрған тас. Осыншама тастың бәрін көтеріп қалай жүрсіз? Сізге бұл тас... Мәнан қара, ойбай. Менің қалтамда да тас жүр, мәнан қара. Бұл қайдан? Апа, мына тастың бәрін көтеріп қалай жүрсіз? Сізге түсіру керек қой, мына тастың барлығын. Керек болады деп салып алғам ғой қалтама. Қазір менде апа бір витаминдер сатып жүр мен. Қандай витамин? Мына витаминді ішсеңіз, сіздің денеңіздегі бүкіл тастарды түсіреді. Және 60 түрлі ауруға ем, құрамында 900-ден астам шөптің сығындысы бар. Және бұны ішкеннен кейін сіз бірден 40 жылға жасарасыз. Жасарасы? Рас па? Рас. Ойбай, алам онда. Алыңыз. Осыны ішкеннен кейін... Қанша тұрады? Бізде қазір апа акция болып жатыр. Біреуін алсаңыз, екіншісі тегін, екеуі бірге 40 000 теңге. Әй,
мынандай екіншісі бөлек те енді. Оны салып алайын, тұра тұр. Біреуін ішсең 40 жасқа жасарасың. Сонда тұра тұр, 35-тен 40-та алшы. Қанша болады? Ойбай, не дедім? 75-тен 40 алғанда 30, өзімді Енді есеп айтып тұрсыз ғой, 35. Ай, енді екіншісін ішсем, 35-тен тағы 40 тапса. Минус 5? Ойбай, жоқ болып кетем ғой. Ай, ештен кетпейді. Жоқ болып кетем де өмірді қайтадан бастаймын. Иә, апа, өзіңіз білесіз ғой. Ал, Бұл дәрі ішкеннен кейін бірден әсер етеді. Қазір Осы ма? жерде дәл қазір ішсеңіз, бірден жасарып ай, кетесіз. ма, ақшаңды ал, қызым ай. Мен адам алдамайым ғой, берем ғой құрсын. Денсаулықтан демді. Ай, қазір әсер ете ма? Бірден осы жерде әсер етеді. Ойбай, онда мен ана шал келгенде жасарып кетейін. Ішіңіз. Пранк жасаймын сосын оған. Ішіңіз, апа. Ай, қыз, ай, балам, мені түсіріп отыр қа. Атаң келген кезде пранкты түсіріп ал, тик-токқа сал жібер сосын. Хит боламыз. Қазір алайын да. Тола бойым жыбырлап бар жатыр. Тұр, тағы бір өншейін. Мә, қақиып кеттім ғой мен. Әсер етіп жатыр онда, апа. Мә, Әсер жүріп жатыр. ой, прямо күшті болып кеттім. Ем болсын, апа. Иә. Сау болыңыз. Болды. Мә, бойым біртүрлі жеп-жеңіл болып кетті. Жасарып кеттім ба? Бірдеңе болып жатыр. Ой, билегім келіп тұр ма? Өмір қандай қызық болып кетті. Оған не деп айтам? Қалқам, менің кемпірімді көрген жоқсың ба? Сіздің кемпіріңіз жаңа ғана шығып кетті. Үйден шығып кетті жаңа. Шығып кетті? Иә. Сен кім боласың? Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең. Мен ба, Таңжарбаймын. Танко дейді. Танко? Кезінде Танко болдың ба кезінде? Атың кім дедің? Ойбай, атымды не деймін? Біздің кемпір енді келмейді. Ол склероз. Склероз? Үйде таба алмайды. Атың кім? Зульфия. Зульфия. Ой. Мен есік жауып келейін. Ойбай, не істеймін? Ананы бірдеңе. Жүректегі сезімді айта алмасаң несіне? Бұл махаббат, бұл махаббат. Жүректегі сезімді айта алмасаң несіне? Бұл махаббат. Ойбай. Мынауың біле. Қара сен бұны. Дәсең. Ай, бір қалқам. Не істейміз енді, тұра береміз бе өйстіп? Бір әңгіме айт. Шай ішіп бір шүйіркелесіп дегенде. Жүр кухняға онда. Жоқ, залға барайық. Залға? Онда не істейміз? Диван бар. Диван? Ай, бір диванға. Диванда отырғанымызда
кемпіріңіз келіп оқтаумен басымызға қойып қалмасын. Ой, ол алжыған келмейді. Келмей ма? Ұмытшақ қой, ол тас теріп кетті өзі болды. Үйді таба алмайды, сколероз. Бір шығып кетсе таба алмайды. Таба алмайды. Тас теріп жүрген шығар. Ай, бір диванға қисай, бір шай іше. Ойбай, диванға қисайып шай ішіп отқан кезде кемпірің келіп шашым жұлып тастар көрсін, қорқам сен. Ай, ол көзі көрмейді. Көзі көрмейді? Қазір тұрады. Есікті қарап келейінші. Мынауың күшейіп кетті ғой. Ей! Ай! Қақпас, мында кел. Зөлпия, кемпірдің дауысы шығып атыр атыршы. Ей, мында кел дейм, мында жа. Тұратыр, жақын жерден шығып атыр. Ей, Таңжарбай, мында кел. Танко де. Танко. Не? Танко? Не, мені танымай қалдың ба? Қара дұрыстап бетіме. Өріккүл! Ойбай, белімай. Өріккүлмін. Ойбай, көзіме жағым қолымдағы деген ойбай. Ойбай. Масқарасың ба сен деген? Зульфия деп қылпаңдап осы деген. Ей, мені... Арқырап. Ей, мені сенің өріккүл екенді білдім. Иә, қалай білдің? Мана білгім. Ей, мені ойнап атырмын. Сен де мені ойнап атсы ғой. Мен де ойнап атырмын. Байқа. Мен саған пранк жасап атырмын. Иә, енді сұрамайсың ба дейсің, қалай бұлай болып кеттің деп. Ай, сен... Ойбай, жап-жас. Басың өріккүлмін, жағың Зульфия. Иә. Ай, қалай жасарып кеттің, ой? Кәдімгідей. Күтіну керек адам. Айтшы мағанда. Дәрі ішу керек. Айтшы, мен де жасарайын. Дәрі сатып алдым. Ай, маған да берші. Момент тесіле береді. Ай, маған да берші. Міне іштім. 40 жылға жасартады. Маған да берші. Бермеймін саған. Ай, сенің қасыңда мен де осылай жүрем ба? Бершейші бір екеуін жей. Ай, жарар енді. 40 жыл отасқан шалымсың ғой. Берші. Құдай тырыйған шалым менің. Бір түйір талым менің. Бай, кет жарма. Алғасы қой балдар көріп қалар. Ай, берші. Дұрыстап. Ай, дәрі берсең одан да қатты секірер. Тұратыр. Әкелші. Тұратыр. Сен 20-сын іш. Неге? Жоқ, 10-ын іш, 10-ын. 10-ын ішсең, 20 жасқа ғана жасай. Ай, мынаның бәрі... Саған 60 жарайды. Жоқ, мынаның бәрін ішіп алып, бесіктен бір ақ шығайын да бер. Ой, мынау, 10-ын ғана іш. Сосын былай, бұл сенің басыңдағы тастарын түсіреді. Құлағыңдағы тастарын, тас керең болмайсың. Тасың түсіреді, көзіңдегі тасың түсіреді, бүйрегіңдегі тасың түсіреді, аяғыңдағы тасың, бүткіл тастарын бәрін түсіріп тастайды. Ай, мынау жақсы болды, абай. Ішіп алып, бүкіл тастың бәрін түсіріп тастайын мен. Ей! Керек тастарды түсірме. Не істерем екен? Ойбай, басым айналып бара жатыр. Зульфия, ой, Зульфия деп. Ей, өркүл. Мынаны аша алмай жатырмын ғой, ей. Ей, қараш, аша алмай жатырмын, ей. Ей. Пенсия келдің ба? Ой, белім, ойбай. Алжыған. Қалтырап дірілдеп бір жатыр. Баяғы үйіңе түскен екенсің ғой. Ойбай, не болып бір жатырмын мен, а? Ай, жапшы үстіме жабылданы. Зульфия болып жүргенің жақсы еді ғой. Алжыған. Әбет іштік па? Зульфиям-ау. Әбет іштік па дейм? Іштің. Жүр тас серіп қайтайық көшеден. Іштің, әбет іштің, мана әбетте тышқан аулап жедің. Керек болады, Алжыған, қой шай. Қайдағы бір дәріледі ішем десін. Ұстама мынадан. Жүр. Алжыған. Зульфия. Мені күтіп болсын ағайындар. Күтіп болсын.
Біздер енді жас санамаймыз. Театрымыз 25-ке келгеннен кейін бәріміз де сол 25-тегі жігіттей сахнада ойнап, күліп жүре береміз. Сондықтан да осы баяғыда Алтынбек Қоразбаев ағамыз айқай 25 деп жырлап еді. Біздер енді пай-пай 25 деп сіздерге жырлайын деп тұрмыз. Қабыл алыңыздар. Пай-пай 25. Қол соғып, қошеметтеп отырыңыздар. Жастық алау күнде сауық сайран 25. Құшағыңды дос дұшпанға жайған 25. Қайда кеттің баста тұрмай қайран 25. Жалынды жылдардың жеңісі. Жанымызда от сезіммен жалған 25. Жүректегі сағынышы сағым 25. Аралаған армандардың бағын 25. Жағымды жырлардың жемісі. Пай-пай 25, айқай 25. Көктемдей көрікті көркемен, өткенді аңсатып өртеген, сағындырған бізді 25. Біреулерге қайта келмес арман 25. Біреулерге тәтті шағы қалған 25. Не десең де болмағандай болған 25. Жүректе қалдырған ізі бар. Асау қиял бұғалыққа көмбес 25. Жастық оты жанар тауға теңдес 25. Қанша айтсаң да қайта айналып келмес 25. Сағынып ән қылған қызығар. Пай-пай 25, айқай 25. Көктемдей көрікті көркемен, өткенді